Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Шарайна жаңалықтары, студия тізгінде мен Ерзат Рахатбек. Абай облысының әкімі Көкпекті ауданында жұмыс сапарымен болды. Сапар барысында облыс әкімінің басшысы аудан әкімінің есебін тыңдап, жергілікті тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Сондай-ақ Нұрлан Уранхаев өткен жылы жаңа облыс үшін өте нәтижелі болғанын атап өтті. Мәселен, өткен жылы өнеркәсіпте өндірілген өнім көлемі 1,1 триллион теңгені құрайды. Оның ішінде Көкпекті ауданының үлесі 17,2 миллиард теңгені құраған. Кәсіпкерліктерді дамыту және қолдау шаралары белсенді жүзеге асырылды. Шағын және орта бизнесте өсу қарқынының оң серпіні байқалады. Облыстың 49 мың бизнес субъектісінің 1349-ы Көкпекті қаласында орналасқан. Бөлшек тауар айналымының көлемі 19,3%-ға ұлғайды. Ауданның осы салада үлкен әлеуметі басым. Нұрлан Уранхаев жұмыс сапарын Ақсуат ауданында жалғастырды. Бірінші кезекте Нұрлан Уранхаев облыс әкімдігінің көшпелі отырыстары әр қалада және ауданда, оның ішінде Ақсуатта жүйелі түрде өткізілетінін атап өтті. Облыс басшысы ауданда тұрғын үй салудан басқа мектеп салу, сондай-ақ сумен жабдықтау объектілерін қайта жаңарту және аурухананы ретке келтіру жоспарланып отырғанын хабарлады. Сонымен қатар Ақсуат аудандық ауруханасы үшін қажетті медициналық жабдықты сатып алу үшін 190,2 миллион теңге бөлу жоспарланған. Сондай-ақ Нұрлан Уранхаев мектептердің тапшылығын айтып, алдағы жылы жайлы мектеп жобасы аясында 2023-2025 жылдары 42,7 миллиард теңге сомасында 5700 орындық 11 мектеп салу көзделгенін жеткізді. Жыл сайын 15 мамырда бүкіл әлемде отбасы күні тойланады. Осы орайда қаламызда Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен ағаш отырғызу акциясы өтті. Акция мақсаты қаламызды көгалдандыру, сондай-ақ отбасылық құндылықтарымызды насихаттау. 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай қаламызда ағаш егу акциясы өтті. Акция аясында 10-нан астам алма ағаштары егілді. Іс-шараға күміс еріктілер мен жастар мәслихатының депутаттары, белсенді жастар қатысты. Бүгін қаламызда отбасы күніне орай керемет акция ұйымдастырып отыр. Акцияның басты мақсаты бұл біздің сүйікті қаламызды қолға алғандыру. Жастар мәслихатының депутаттары осы акцияға белсенді болып қатысып отыр. Негізі бұл қаламыздың да, облысымыздың да дамуына жасалған үлкен сенімді қадам болып саналады. Сондықтан шараға қатысушылар осынау атаулы күннің маңыздылығын жоғалтпау керектігін атап өтті. Соның бірі Ақжаулықты анамыз Жанат Сембаева. Қазақта бір жақсы сөз бар, әкеңнен мал қалғанша тал қалсын деп. Осы кішкентай сәби қыздарымызды ертіп отырып, бүгін көшемізге ағаш отырғыздық. Ол алма ағаштары. Болашақта осы біздің Семей халқының ұрпақтары, халқы осы алма ағашының жемісін жейді деп біз ойлаймыз енді. Ал көп балалы ана Асима Байбатырова іс-шараға өзінің артынан ерген кішкентай қызымен келген. Оның айтуынша бүгінгі шара арқылы қызына отбасылық құндылықтарды дәріптейтініне сенімі мол. На сегодняшнем празднике моя младшая дочь посадила. Бүгінгі іс-шарада қызым ең алғашқы ағашын отырғызды. Осы орайда барлық қазақстандықтарды отбасы күнімен құттықтаймын. Барлық отбасыға тек жақсылық тілеймін. Днем семьи, пожелать всем благополучия, семейного счастья. Іс-шара жалғасы Абай кітапханасында өткен дөңгелек үстелмен жалғасын тапты. Дөңгелек үстел аясында пікірталас жүргізіліп, отбасы жайындағы сауалдарға жауап алынды. Сегодня один из таких замечательных праздников. Бүгінгі іс-шараның жалғасы ретінде біз жастармен бірлесе отырып дөңгелек үстел өткіздік. Шара аясында қатысушылардың көкейінде жүрген отбасылық құндылықтарға қатысты сұрақтарға әркімнің өз пікірін білдік. Главное, что есть жизнь человека. Іс-шара аяғында жас еріктілер күміс волонтерлерге өздерінің сый-сияпаттарын табыс етті. Басы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Еркежан Қуатқызы, Сұңғар Тоғымхан, Арлан Исаков, ТВ телеарнасы. Абай облысының қоғамдық даму басқармасы және облыстық достық үйінің өкілдерінің ұйымдастыруымен Жарма ауданында кездесу өтті. Толығырақ әріптесім баяндасын.
Қазақстан Халқы Ассамблеясының 32-ші сессиясын қорытындылау мақсатында Жарма ауданында Абай облысы Достық үйінің көшпелі дәрісханасы өткен болатын. Спикерлер Шар қаласы мен Қалбатау ауылына барып, Қазақстан Халқы Ассамблеясының рөлі, қазіргі жастардың толеранттылығы мен рухани құндылықтарын қалыптастыру, сондай-ақ Абай жастары бағдарламасын іске асыру туралы әңгімеледі. Абай облысы Достық үйінің әдіскерлері Мусабалинова Бақыт, Бөрібаева Әлем, Берік қызы Шынар өз дәрістерін оқыды. Бүгін біз Жарма ауданында жақында өздеріңізге мәлім Қазақстан Халқы Ассамблеясының өткен 32-ші сессиясының қорытындысы бойынша кездесу өткіздік. Жалпы біздің жұмыстың негізгі бағыты Қазақстан Халқы Ассамблеясының 2026 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылады. Облысымызда 50 этномәдени бірлестікті біріктіретін 5 достық үйі қызмет істейді. Соның ішінде біз Курчатов, Барадулиха, Бесқарағай аудандарында болып, ендігі кезекте Жарма ауданына келіп отырмыз. Дәрісті мақсаты Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметімен таныстыру, рухани бірлік идеяларын қалыптастыру және халықтар арасындағы достық пен этносаралық келісімді нығайту және сақтау. Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізгі қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға, қоғамдық, саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал жасайды. Коллектив областного дома дружбы совершил выездное мероприятие. Бүгін облыстық достық үйінің ұжымы Жарма ауданында көшпелі іс-шара өткізді. Біздің сапарымыздың басты мақсаты Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізгі қызметі мен рөлін дамыту сияқты тақырыптармен халықты таныстыру. Біздің облыс жастарының бұл бағытта өте белсенді екенін атап өткен жөн. Семья и общество, толерантность. Жалпы ең бірінші бұл бізде ортақ мейрам бар. 1 мамыр халықаралық барлығымыз бірлік күнін тойлаймыз. Сол осы бірлік күнінде біз Шар қаласының жастары бірлесіп жұмыс жасаймыз. Осы жұмысымыздың барлығын жаңағы бағалап, басшылық міне бүгінгі күні өзімді марапат иесі атандырды. Сол тарапынан өзім үлкен алғысымды айтамын. Бұндай марапатты алғаннан кейін ары қарай біз сияқты жастар жұмысты одан сайын жандандырады деп ойлаймын. Бүгін өздеріңіздің ұйымдастыруларыңызбен Шар қаласына келіп, осы Қазақстан халқының ассамблеясының жұмысын жандандыру мақсатында көптеген түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңағы ашық пікір айтылып, бір үлкен жақсы отырыс болды деп ойлаймын. Ары қарай да осы іс-шараны алға басып, жаңағы көп ұлтымызды осы Қазақстанымызда біріктіріп, тату тәтті өмір сүре берейік деген келеді. Шара соңында қатысушылар қоғамдық даму басқармасы басшысы Айдар Садырбаевтың алғыс хаттарымен марапатталды. Бағжан Оғманова, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, Твкалта телеарнасы. Қаламызда дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен Велоспорт Федерациясы және Велошоп Семей дүкенімен бірлесе отырып, Вело маусым 2023 ашылу салтанаты өтті. Толығырақ тілші бейне материалында. Шараға кәсіби велошерумен қатар әуесқой велосипедшілер де қатысты. 500-ге жуық қатысушы. Мұхтар Әуесов алаңнан басып бейбітшілік алаңына дейінгі жолды жүріп өтті. Өздеріңіз көріп тұрғанда бүгін біздің Семей қаласында вело маусым ашылуы бойынша велопробег өткізіп жатырмыз. Бұл велопробегқа қаламыздың әрбір тұрғыны жас ерекшелігіне қарамай қатыса алады. Өздеріңіз көріп тұрғанда арт жағында бізде регистрация болып жатыр. Бұл велопробегтің ең бірінші мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, халық арасында жол жүру ережесін сақтауға насихатталады. Велошеруге түрлі мекемелер мен қала тұрғындары өте белсенді қатысты. Алдағы маусымдарда осындай ауқымды спорттық мерекелер жиі ұйымдастырылып отырады. Ұйымдастыру деңгейінің жоғарғы болғанынан қатысушылардың эмоциясын байқасақ болады.
Всем здравствуйте. Мы участвуем в велопробеге. Спасибо. Барлығына сәлем, біз велошеруге қатысып жатырмыз. Біздің Альфа-Мед командасының велошеру сияқты спорт түріне қатыса алатынына өте қуаныштымыз. Біз бұл шерудің өтетініне әлеуметтік желіден көрген болатынбыз. Шеруге қатысу мақсатымыз салауатты өмір салтын ұстанып, ұзақ өмір қағидасын орнату. Және біздің мамандығымыз медицинаға қатысты болғандықтан, шеруге қатысуымыз міндетті деп ойладық. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет, барлығына жеңіс тілейміз. Что нужно почаще организовывать такие велопробеги, какие-то марафоны. Еркен Азат Қожа, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ-6 телеарнасы. Осымен шарайна жаңалықтары өз мәресіне келіп жетті. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.